Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіз банкта жұмыс жасайсыз, инженерсіз, врачсыз, мықты ұстазсыз, бірақ осы уақытқа дейін сіздің жан дүниеңізде тыныштық жоқ. Өзіңіз ойлағандай жетістікке жете алған жоқсыз. Неге? Өйткені сіздің энергияңыз мүлдем басқаша жұмыс жасайды. Бүгінгі тақырып кез келген айдың 3-і, 12-сі, 21-і, 30 күні туылған адамдар қандай ғаламшардың астына дүниеге келді? Оларда қандай энергия, оларға кім болу керек? Сол туралы мен сіздермен бөлісетін боламын. Егер де сіздерге өздеріңіз туралы білген қызық болатын болса, қоңыраушаны басып, каналға тіркелгенді ұмытпаңыздар. Ал енді кеттік. Юпитер ғаламшарының астына дүниеге келген үштіктер кез келген айдың 3-і, 12-сі, 21-і, 30 күні туылған адамдар, олар мықты, тәлімгерлік қасиеттері бар адамдар. Олар дүниеге келген кезде аспанда жаратушы білім кітабын ашқан. Сондықтан да олар бәрін білем деп айтады. Кішкентай балада, үлкен кісіде мен бәрін білем дейді. Не олардан сұрамайсың, мен бәрін білем деп айтады. Үштіктер өте білімді. Олар оқығанды жақсы көреді. Бір емес бірнеше диплом алып тастайды. Ол да аз болады. Тағы да оқиды. Ең мына қозғалысқа қиын именно осы 3 саны. То есть үштіктер деп айтады. Неге? Өйткені 24-те 7 олардың милары анализ жасайды. Кез келген дүниеге анализ жасайды. Егер де оған пайда болса, то есть выгодно, да, егер де выгодно болатын болса, пайдалы болатын болса, онда ол қозғалады, ол әрекет жасайды да, ол жұмысты жасайды. Егер де оған пайдасыз болатын болса, онда ол қозғалмайды. Ары қарай сол анализін жасап отыра береді. Өздеріңізді танып отырған шығарсыз деп ойлаймын, иә. Сонан кейін бұлардың саналарында қандай шектеу болады? Бұлар қалай бөледі адамды? Бұлар умный, тупой деп бөледі. Егер де ол адам умный болатын болса, демек олар тыңдайды. Сонан кейін бұлар тек қана біліммен ғана сайысқа түседі. Біліммен ғана санасады адамдармен. Санасында бөлгендіктен олар ойлайды, мен керемет білімдімін, маған білім керек, ол білімді болу керек. Білімсіз, жаңағы оқушысыз деп айтады ұстаз. Білімсіз, сен білімсізсің деп айтады, егер де оның анасы, әкесі болатын болса, баласы жаман оқитын болса. Сен тупойсың, неге сен оқымадың деп айтады. Өздеріңізді бақылап отырған шығарсыздар. Егер де сіздің балаңыз үштік болатын болса, онда сізге ол айтады. Мама, сенде түсінік жоқ па? Сен де білмейсің ба? Қазір ол 21-ші ғасырда ол өте оңай деп айтады. Сіздің балаңыз үштік болатын болса. Так. Енді қараңыздаршы, мен бәрін білем деген осы үштіктердің санасын шектейді. Білетін үштік емес, білетін бір құдайым. На самом деле үштіктер өте умный адамдар. Бірақ олар білімге өте құмар. Содан кейін кімді қабылдайды? Өзінен білімі жоғары адамы, өзінен авторитеті мықты адамдарды ғана үштіктер қабылдайды, соларды ғана тыңдайды. Олар қандай адам болу керек? Через наставничество реализуется душа дейді. То есть тәлімгерлік арқылы жан давалары жүзеге асады. Мүмкін сіз бүгін инженер шығарсыз, мүмкін сіз повар шығарсыз, иә? Сол моментте не болады? Сіздің жан дүниеңіз жүзеге аспаған кезде сіз не істейсіз? Бос сөздікпен айналысасыз. То есть елдің бәріне түгіл тегін, бесплатно ақылдың бәрін түгіл бересіз. Өзіңіздің ортаңыздың гүлісіз. Неге? Өйткені энергия сізге солай жұмыс жасайды. Мен тағы да қайталап айтамын, тәлімгерлік арқылы сіздің жан дәуаңыз жүзеге асады. Не болу керек бұл адамдар? Кім болу керек? Бизнес-тренер болу керек, наставник болу керек. Олар ақыл үйреткенді жақсы көреді. Мұғалім, ұстаз болу мүмкін. Содан кейін үлкен аудиторияға сабақ жүргізетін адамдар именно осы үштіктер. Минусовый энергияда қандай адамдар болар? Минусовый энергияда бұлар қиқар, уперті, өзінің айтқанынан қайтпайды. Содан кейін бір бетке адамдар өзін умный ғып санайды. Осындай минусовый энергияда 24-те 7 анализ жасап, әрекетке қозғалыстары өте төмен адамдар мына үштіктер. Сүтсай ғылымында жаман адам жоқ, жақсы адам жоқ. Просто энергия бізге солай жұмыс жасайды. Егер де біз соны білетін болсақ, онда не істейміз? Білімімізді артырып, жетістікке жететін бізде мүмкіндік бар емес па? Өздеріңізді отырып анализ жасаңыздар. Үштіктер анализировать, тағы да анализировать етеді.
Көрдіңіздер ме? Сондықтан да егерде бұлардың жан дүниелері жүзеге аспаған кезде олар бос сөздікпен көп айналысады, занимается пустословием дейді. Не болмаса үштік полностью жабылады, ол мүлдем сөйлемейді да. Осы екі минусовой энергия үштіктерге. Сондықтан да әр адамды мына Алла тағала өзінің бір мықты бір қасиетімен жаратқанда, үштіктер желательно, егер сіздерде балаларыңыз болатын болса, онда осы кезден бастап оларды ораторский мастерствоға беріңіздер, тренерствоға беріңіздер. Тәлімгерлік арқылы жан дауалар жүзеге асады олардың. Байқап отырған шығарсыздар, балаларыңыз болатын болса, үштік сіздерге ақыл айтып отырады олар, ақыл айтып отырады. Сізді жақтырмайды ол балаңыз, туған балаңызды сіз түсінбейсіз. Неге? Өйткені энергия солай жұмыс жасайды оған. Ғылымның кереметтілігі соншама, егерде біз сол энергияны түсінген кезде не істейміз? Осы кезден бастап біз оны не үшін врачқа оқытамыз, не үшін біз оны инженерға оқытамыз? Онда ол бизнес-тренерға болсын, сол бағыт бағдарламаны ол балаға беру керек. Көрдіңіздер ме? Но егерде сіздің жасыңыз келіп, 50-ден асып кетіп, 40-тан асып кетіп, сіз өзіңіздің жолыңызды таба алмай жүрсеңіз, өзіңізді бүгінгі таңда зерттеп көріңіз. Үштік инструкциямен жүретін адам, оған бүткіл жерде ол инструкцияны қояды. Өзінің семьясында, жұмыста, инструкция деген ол қалай? Қазақ жалпақ тілімен сіздерге түсіндірейін. Сен келдің, үйге кірдің, сонда мына сенің жаңағы шешкен үстіндегі пальтоң именно мына жерде ғана тұру керек. Оның орны ауысып кетпеу керек, Өзінің заты бір орында жату керек, оның орны ауысып кетпеу керек. Инструкция деген сол. Өзінің инструкциямен барлығын түгел солай жүргізгісі келеді. Бірақ басқа адамдар онымен келіспейді. Сол моментте ол күйзеліске түседі. Сол моментте ода внутренний разрушение болады. Неге? Өйткені нәпсінің қалауы ода болмай қалды. Көрдіңіздер ме? Именно сондай ключевой моменттарды бізге білу керек. Ақыл айтпаңыздар үштіктерге. Егер сіздің балаңыз болса, келініңіз болса, сіздің ақылыңыз ол қабылдамайды. Неге? Өйткені ол өзін керемет ақылдымын деп санайды. Керісінше, ол адамдарға көмектесу керек, олардың ақылын тыңдау керек. Ешқашан үштік сөз айтқан кезде оны бөлмеу керек. Бұлай егерде байқасаңыздар, үштік сіздер сөйлеп отқан кезде 5 минут сайын, минут сайын, секунд сайын сіздің сөзіңізді бөліп отырады. Неге? Өйткені мына жақта білім деген толып жатыр ғой. Өте көп жаңа мастер-класстар өткіземін, өте көп тренингтер жүргіземін. Сол кезде мен сұрақ қойған кезде ең бірінші қолын көтеріп жауап беретін үштік. Неге? Өйткені информация сразу же келеді и сразу же ол маған айта бастайды. Оның жауабы мынандай деп. Настолько адамда энергия солай жұмыс жасайды. Қарап отырып таң қаласың ғой. Таң қаласың, қалай энергия жұмыс жасайды, әр адамға қалай жұмыс жасайды. Біз өзіміздің энергиямызбен пайдаланған кезде, өзіміздің жан дауамызды жүзеге асырған кезде біз бақытты боламыз. Сүтсай ғылым өте керемет ғылым. Біз осыны білген кезде, оны баламызға үйретпейміз ба? Зачем біз 20 жыл уақытымызды ортамыз? Зачем біз 10 жыл уақытымызды ортамыз? Өте көп адамдар бүгінгі таңда дағдарысқа түсіп жатыр. Неге түседі? Өйткені ол өзін таппады. Маған бірдеңке жетіспейді дейді. Не жетіспейтінін өзі де білмейді. Вот сүтсай ғылымы осы құпия сырдың бәрін түгел ашады. Сондықтан да үштіктер ең ақылды, ең умный, ең сондай мықты біздің наставниктар. Поэтому мына видео сіздерге ұнады деп ойлаймын, өздеріңізді таныды деп ойлаймын. Бірақ енді масканы шешу өте қиын болады. Өздеріңізді мойындау керек. Өзіміздің минусымызбен жұмыс жасау керек. Үштік қабылдай алмайды, қабылдағанға өте қиын. Неге? Солай ғаламшар жұмыс жасайды оған. Сонан кейін бұларға бір әрекетке бару өте қиында. Слишком көп уақыттары анализға кетеді. Анализді тоқтатып, құрметті, өте ақылды үштіктер, сіздер әрекетке кірсіңіздер. Сіздерге не істеу керек? Әр адамды түсінуге тырысу керек. Жан дүниесін түсінуге тырысу керек. Сол кезде энергияларыңыз көтеріледі. Тәлімгерлік жолды егер сіздер таңдайтын болсаңыздар, ораторское мастерство, бизнес-тренерство, сонан кейін осы жаңағы наставничество, сол арқылы жан дауларыңыз жүзеге асады. Сол бағытты таңдаңыздар осы уақыттан бастап. И балаларыңызды именно сондай бағытқа жіберіңіздер. Сол кезде олар действительно жетістікке жетіп, күйремей өмір сүретін болады. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.